Достар, кайсыңдар бүгін каналдың шапкасын турлаймыз. Ол үшін YouTube каналға кіреміз. YouTube каналдан каналымызды таңдап аламыз. Одан кейін мой каналға кіреміз. Мой каналдан мына сызықша көріп тұрсыздар. Соны басамыз таяқшаны. Одан загрузить фотографии дегенді қоямыз. Іздеп аламыз өзімізді, оны канвамен жөндеп аламыз. Канвадан реттеп алған суретімізді қоямыз каналға дұрыстап шапкасына. Сөйтіп сохранить деген батырманы басамыз. Сосын каналыңыз жөнделді. Одан ортада дөңгелек болып тұр ғой, соны солны басу үшін загрузить фотографии устройства деген басамыз. Таңдап аламыз. Чё почем не керек деген сияқты канвадан мен сіздерге тағы бір рет көрсетіп жатырмын. Ол үшін мысалы менің каналым Алло Айрин деген таңдап аламыз. Реттеп, осылай ортасын сәндеп, әндеп сохранить деген батырманы басамыз тоже. Сонымен каналдың шапкасы әдемі болды. Ол үшін мен канвамен қалай жұмыс жасадым, оны көрсететін боламын кейінгі видеоларымда. Мысалы названием Алло Айрин болады. Описание толтырамыз. Описание толтырған кезде міне описаниемді аккуратно өзіме керекті етіп, как есть без маски жазып қойғанмын. Кіріп көрсеңіздер болады. Әлі талай күшті тегін білімдер беретін боламын. Мен каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Аньян.